Сұлтанбаева бір күні өзінің ағасы Ержан Серікбайұлы Сұлтанбаев туралы мақала шығарма жазуды армандап сол туралы жазған болатын. Ол өзі сол Жолдасбек Сүлейменов атындағы номер 70 мектепте жеке бір кабинет ашқысы келіп, көптеген адамдармен ақылдасады. Сөйтіп оның балалары мақұлдасып, туған туыстары мақұлдасып, және де ата-анасы мақұлдасып, сол арқылы көптеген өзіне қайрат жігер алып, Ержан Сұлтанбаев туралы кабинетін ашады. Қазіргі таңда әскери кабинет Ержан Сұлтанбаевтың кабинеті деп аталды. Бұл Ержан Сұлтанбаевтың кабинеті деп көптеген жерден ізденді. Жора жолдастарынан, өзінің жиған тергендерінен, Ержан Сұлтанбаевтың кішкентай кезінен бастап жинап жазған еңбектерін ол жинақтай бастады. Ол көптеген еңбектерді жинақтап, Ержан Сұлтанбаевтың кітабын жарыққа шығарды. 1987 жылы 14 қарашада ол оқу бітіре салысымен соғысқа аттанады. Және де 1989 жылы 14 қарашада ол соғыстан өз еліне, өз жеріне, өз отанына аттанып қайтып келеді. Және де ол 2019 жылы 14 қарашада 50 жасқа толғанында қайтыс болады. Сөйтіп, Гүлмира Серікбайқызы Сұлтанбаева оның кітабының атын Қарашаның жұлдызы деп атауды жөн көрген. Қарашада көптеген еңбектері сіңгендіктен, тағы да басқа көптеген жора жолдастарының мақұлдауымен Қарашаның жұлдызы деген атаққа ие болады. Гүлмира Серікбайқызы Сұлтанбаеваның қорытындысы. Қазіргі таңда ол 31-ден астам шәкірт дайындап, көптеген үлестерін қосқан. Оның ең үздік, ең ақылды шәкірті Берікбол болатын. Берікбол өте көптеген жерлерде өзінің алғырлығымен, білімділігімен алға шығып, көптеген жерлерде өзін танытқан болатын. Сол арқылы Гүлмира Серікбайқызы оған сеніп, сәттілік тілеген болатын. Гүлмира Серікбайқызы Сұлтанбаева қазіргі таңда ғылым, саяси ғылым, Нарқос университетінің негізін қалаушы ғалым